Никита қалғалай. Не істеп о жерде? Шай жүрсің ба? Кәне, айта қойшы, қазақша қандай тақпақ, өлең білесің? Өлең бе? Не білесің? Өлең. Айта қой. Қазақстанда бәріміз қай ұлт болсын қазақ болуымыз керек. Мысалы, біздің кореецтеріміз руы корей қазақтар болсақ, орыс достарымыз руы орыс қазақтар деп аталсын. Өзбектер руы өзбек қазақ адамдары болсын. Немістер руы немістер қазақтар болады. Тағы басқа қалған ұлттар дәл осылайша аталсын. Бәріміз енді қазақпыз. Енді қазақ тілін үйреніп алсақ болды. Қазақшаны қайдан білесің, айтшы? Ешқандай ұлт, я болмаса тіл принципі бойынша бір-бірімізді бөлуімізге ешқандай себеп те табылмайды. Бір-бірімізді жақсы көрсек қана, арамызда махаббат деген қасиетті сезім болса ғана, ел ретінде әр жақтан дамып кетеміз. Өлең айтшы одан да. Любой өлеңі қазақша. Арман, адастырмай мен қоя